Bir жігіт күнде жұмыстан кеш қайтады екен да, енді жұмыстан үлгі болу үшін айтып жатырмын. Жұмыстан кеш қайтады екен, һәм жұмыстан шығып болып біздердің бір мынандай жаман әдетіміз бар, балалардың жоралармен қаңғырып кету деген. Күнде жұмыстан өзі сағат 7-8-де шығып жоралармен қаңғырып кетеді екен, һәм түннің ярым ақшамында сағат 3-4-те үйге келеді екен. Сағат 3-4-ке дейін ана байқұс баласын күте-күте ақыры ұйқылауға мәжбүр болады, һәм баласына записка хат жазып қалдырады екен көпшігінің басына. Балам, аш болған болсаң, ауқатыңды холодильникке қойыппан, ысытып жерсең. Балам, киіміңе үтік басып қойыппан. Балам, азанда қайсы киімің киетінін білмедім, соның үшін 3 шалбарыңа да үтік бастым. Балам, ертең экзаменіңе ядыңда ма, соған ақ көйлегіңе үтік басып қойыппан. Балам деп ана бейшара таңға дейін күтіп ұйқыламай шығады. Бала күнде үйреніп кеткен, қағазды көреді, болды. Барып ауқатын жейді, жатады. Күнде қағаз үйреніп кеткен. Күндердің бірінде және сондай жұмыстан кеш шығып, жоралармен қаңғырып, таңғы сағат 4-те үйіне келсе, қағаз тұрыпты. Ол не қылады? Шаршап келді, міллет. Айланып жүргені міллет. Қағазды ысырып тастап жатып қапты. Азанда таңғы сағат 7-нің уақытында ұлы шауқымнан оянады. Шауқым әкесі тараптан шығып жатқан болады. Балам, тұр, есігіңді аш, балам, есігіңді аш, анаңнан айырылып қалдық, балам деп атқан екен. Бала шошынып оянып кетеді. Һәм бірінші болып есіне қағаз түседі. Сол қағазды ашып қараса, балам, түнде нешеде келсеңден маған хабар беріп жібер, жүрегім ауырып тұрыпты. Больницаға барып қайтайық деген жазу бар екен. Қараң. Білесіз бе, ол жерде не жатыпты? Жүрегім ауырып тұрыпты, нешеде келсең хабар бер. Мені емлеуханаға апарып қайт. Бұның баршасы қайықта, ітібарсыздықта. Мен бұғапымен ешкім ітібарсызсыз дей жағым еспен. Менің айта жағым тек ата-ананың қадірін біліп, олардың бар уақытында аяқларын сүйіп, аяқларын жуып, сенің ізіңдегі ұрпағың сен не істесең соны көріп өседі дейді ғой. Біздер ата-анамызға қандай мехір мұрвет, ата-анамызға қандай отношениеде болып отырған болсақ, ертең ізіңдегі балада саған сондай отношениеде болады. Егер сен ата-анаңа жақсы мінез құлық көрсетпей атсаң ба, ата-анаңды сыйламай атсаң ба, балаң сені сыйламайды. Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді. Атаңды қайтып ұлығылап, анаңды қайтып ұлығылап қойсаң, балаң сені сөйтіп ұлығылап қояды. Анаңның аяғын күнде жуып отыр, келіншегің анаңа қарап тіл ашылмай қалады. Менің айтайын деп отырғаным, Ниетбай аға, Ранопа, сондай перзент тәрбиелағансыз. Елдің, халықтың арасында өзінің орны бар. Керек болатын болса үлгі тұтуға болады. Ілхам сөзге шешен жігіт. Ілхам, мына инсан бар екен, сен байсаң.